Айбында Арал талай зұлматты бастан кешірді. Осы Арал теңізінің бір пұшпағында ұялы атты киелі ауыл орналасқан. Кезінде дүркіреп шағаласы шаңқылдап теңіз толқыны аймалап жататын елді мекен бүгінде көзден ұшып сағымға айналған. Біз білетін ұялы ауылы кезінде талантты ұл қыздарды шартарапқа түлеткен еді. Солардың бірі ұялы мекенінің түлегі елге келелі азамат Бекқали. Туған жер ұрпақтары өз мекенін әр кезеде ұмытпақ емес. Соның айғағы ата жұртты ұмытпай туған жерді сағыну заңдылық. Теңіз жағасында асыр салып ойнаған балалық шақ әр кезеде есте. Уақыт зымырап өтсе де туып өскен жер әр ұрпақтың жүрегінде сағыныш сазындай сақталуда. Туған жерге сағыныш Бекқалиды мазалап, белгі қоюмен азаматтық борышын орындатты. Барша халық өз ризашылығын білдіріп, саған деген ықыласын білдіруде. Сіздің жүрегіңізден шыққан ойыңызды өрнектеп, әуен шығару менің де парызым екендігін түсініп, өз ойымды әнмен өрнектедім. Осы әуенді әркез тыңдап, балалық шақты бірге өткізген достарымның бірі ретінде қабыл алғайсыз достым. Армысың алтын елім, гүл мекені, өзіңді ұрпақтарға үлгі етемін. Дарыса туған жердің қасиеті, өңілдің түкпірінен сыр төгемін. Ұялы бабалардан өзі қалған
татықа оранып бер аққу бақыт, сән берді туған жерге ақ мұрамын. Перзенттік парызымды орындадым, жүректің түкпірінен атқыла жыр. Bir ağır жүк түскенде иығымнан, шықтым бір қалың ойдың ұйығынан. Рухты ата баба жар бола гөр, бірліктің аласапыран құйып